Сәлеметсіңдер ме балалар, бүгін 110-ші сабақта біз дара және күрделі етістік тақырыбын жалғастыратын боламыз. Мәтіндердегі етістіктерді табамыз. Балалар, каналға жазылуды ұмытпаймыз. 25-ші жаттығуда өлеңді мәнерлеп оқы дейді. Шыршыр еткен торғайды аямасқа болмайды. Кіп-кішкентай торғайлар ағаштарды қорғайды. Жақан Смақовтың өлеңі екен. Осы өлеңдегі негізгі ойды анықта дейді. Бұл жердегі негізгі ой құстарды қорғау, иә? Енді етістіктерді тап дейді. Бұл жерде етістіктер болмайды және қорғайды деген екі сөз. Дара етістік болады, иә, бұл жерде бір сөзден тұр. Енді 26-ші жаттығуда жаңылтпаштың қатесін түзеп жаз дейді. Бірден түзеп жазайық, иә? Үміт, түбіт, түтті, түбітті, түтіп, бітті. Яғни бұл жерде әрпі жазылады. Етістіктерді тауып дара не күрделі екенін ажырат дейді. Бұл жерде екі етістік бар, иә? Түтті деген бар, дара етістік, және де түтіп бітті деген күрделі етістік бар, екіншісі. Енді 27-ші жаттығуда мәтінді түсініп оқы дейді. Құстар тұмсығымен дән шоқып жейді, жаңғақ та шағады. Кейбір құстар үшкір тұмсықтарымен ұя салады және тесік оятын құрал ретінде пайдаланылады дейді. Мәтіндегі етістіктерді дара немесе күрделі екенін айт дейді. Мына жерде шоқып жейді, иә, күрделі етістік, шағады, дара етістік, салады, дара етістік, және де пайдаланылады. Ол да дара етістік болады. Енді мұндай құстардың пайдасы туралы топта талқыла дейді. Мына суретте тоқылдақ көрсетілген екен, иә? Тоқылдақ негізі ағаштарды тоқылдатып, ағаштың ішіндегі зиянды жәндіктерді жейді. Сөйтеді, ол ағаштарды емдейді, иә? Яғни, тоқылдақты орман дәрігері деген аты бар. Осындай құстардың арқасында ормандағы ағаштар аман қалады. Енді 28-ші жаттығуда кестені тиісті құс атауларымен толтыр дейді. Құстар үй құстары және жабайы құстар болып бөлінеді. Үй құстарына мысалы не жатады? Үй құстарына тауық, үйрек, қаз, үндік, бөдене, сондай құстар жатады. Ал енді жабайы құстарға бүркіт, сұңқар, түйеқұс, аққу, қарлығаш және де тотықұс жатады. Торғай жатады, көгершін, шымшық, осындай құстар жатады екен. Енді 29-ші жаттығуда өз аулаңдағы құстарды бақыла, байқағандарың туралы шағын мәтін құрастырып жаз дейді. Біздің аулада құстар өте көп, торғайды, қара торғайды, көгершін де, кептер де бар. Біз үйдегі нан қоқымдарын құстарға береміз. Әсіресе көк кептерлер нан қоқымдарын шашқаннан бастап жиналып алады. Басқа құстар біздің кетуімізді күтіп тұрады деген мәтін жазсақ болады. Балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сабақ түсінікті болса лайк қоюды ұмытпаймыз. Келесі жаңа сабақтарды көріскенше сау болыңдар.